Бала бағатын адам таппай қиналдық. Ауылдан қолы бос туған-туысты шақырайын десек, ешкімнің бала баққысы жоқ. Әйелімнің жақындарының бір қызы келген, бірақ та бір апта болмай тайып тұрды. Бала бағу оңай болмаса керек. Сөйтіп біреуден біреуге айтып жүргенде бір келіншек кездесе кетті. Жұмыс таппай жүр екен. Отбасы бар, үйленгендеріне көп болмаса керекті. Әзірге балалары жоқ, ақшасына келістік. Таңертең біз жұмысқа кетерде келіп, біз келгенде үйіне қайтатын болды. Келіншек балаға епті екен, бала бағады. Біз келгенше үйді мұнтаздай етіп жинап қояды. Тіпті тамақты да әзірлеп қоятыны бар. Әйелім де мен де ризамын. Арада 2-3 ай өтті. Бірде тұмау тиіп ауырып қалдым. Әйелім дәрілерімді даярлап беріп жұмысқа кетті. Күтуші қыз ас суымды әзірлеп жүгіріп жүр. Диванда оранып жатырмын. Балам арғы бөлмеде ұйықтап жатыр. Бұрын байқамаптым. Бала күтуші келіншек келісті ақ екен. Аяқ-қолы жұп-жұмыр, құшырлана құшақтасаң құмарыңды қандыратындай ақ екен. Ауырып жатып, су мен дәрі әкелген оған көп қарай бердім. Ол да сезсе керек. Басымды сәл уқалап берші дегенмін. Бәлсінбеді. Басымды желкемді уқалады. Жаным жай тапқандай болды. Қолың қандай жұмсақ, деп қалжыңдап өзіме жайлап тартқаным. Ол басқаша ойлап қалды ма білмедім. Сіз де маған ұнайсыз деп құшағыма құлай кетті. Алғашында не істерімді білмей тосылып қалдым. Күтуші келіншектен мұндай әрекетті күтпеп едім. Ауруым қайда қалғанын білмеймін. Өзі сүйкенген келіншектің үй халатын қалай көтеріп, астыма қалай жығып салғанымды білмей қалдым. Кешке әйелім келді. Күтуші келіншек түк болмағандай тиесілі ақшасын алып үйіне кетті. Жарыма қарауға бетім шыдамай төсекте өтірік ыңыранып мен жатырмын. Ертеңінде үйде сол жағдай қайталанды. Келіншек тартынбайды екен. Күйеуім төсекте әлсіз. Аптасына 1 рет болмаса ол да жоқ. Жұмыстан шаршап келдім деп ұйықтап қалады. Оның жанында сіз жасыңыз біразға келсе де қуатты екенсіз деген құшағымда жатып. Мен өтірік ауырдым деп үйде 10 күндей жаттым. Өйткені күтуші келіншектің от құшағын қимадым. Күндер өтіп жатыр. Жұмысқа әйелім екеуміз бірге шығамыз. Жұмысына жеткізіп тастап, аңсарым ауса, айналып бір соғып кетемін. Ол да осыны күтіп отырады. Сөйтіп жүргенде масқара бола жаздадық. Бірде әйелімді жұмысына жеткізіп тастап, үйге оралғанмын. Ісімді тындырып ваннаға кіріп кеткенмін. Үйге біреу кіргендей болды. Әйелім екен. Жартылай жалаңаш ваннадан шыққан маған күдіктене қарады. Жұмыста жиналыс болады екен. Баяндама жасаушы едім. Сол үшін үйге келіп, костюм шалбар киіп, галстук тағып баруға келдім. Джинсымен елдің алдына шығуға ұят қой деп міңгірлеп жатырмын. Әйелім сенді ме сенбеді ме білмедім. Үйде бір қажетті құжаттары қалып қалған соң келген екен. Маған бір бала күтуші келіншекке бір түйіле қарап үндеген жоқ. Күтуші келіншек түк болмағандай баланы ойнатып басқа бөлмеде жүр. Осылайша бір ұсталып қала жаздадым. Бірақ әйелімнің көңіліне күдік қалған сияқты. Кейде жұмысқа өзің кете бер деп мен артынан барамын дейтін болды. Бұл
сезіктенгеннің белгісі. Бірақ қазақта ойы бұзылған келіншек күле ала шығыпты да ойындағысын істеп келеді деген сөз бар емес пе? Біздің әрекетімізде сондай ретін тауып құмарымызды қандырып жүрміз. Бұрындары жұрт аузынан пәленше түгеншемен ойнас екен деген түрлі сыпсың сөздерді естіп жүретінмін. Енді сол жағдай өз басымда болып жатыр.